Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер және көрермендер. Мен Сәби әлемі Бөбекжай балабақшасының аққу ортаңғы тобының тәрбиешісі Абдурасулова Жансулу боламын. Мен кішкентай көмекшілеріммен бірге мен зерттеушімін байқауына қатысып жатырмын. Біз алдын ала мөлдір ыдысқа 4 қасық қант және суды ертіп дайындап аламыз. Екінші ыдысқа 3 қасық қантпен суды ертіп дайындап аламыз. Оған түрлі түсті бояуларды қосамыз. Үшінші ыдысқа 2 қасық қантпен бояуларды араластырып дайындап аламыз. Төртінші ыдысқа есе 1 қасық қантты ертіп дайындап аламыз. Түрлі түсті бояуларды жақсылап көмекшілерімізбен бірге араластырып дайындап аламыз. Балаларымыз өте қызығып отыр. Біз қандай кемпір қосақ шығады екен деп. Біз қазір мөлдір ыдысқа кемпір қосақ жасап жатырмыз. Түрлі түсті бояу араласқан қанты бар суды ыдысқа, мөлдір ыдысқа құямыз. Бірінен кейін бірін кезек-кезек құйып аламыз. Менің балапандарыма өте қызық болып жатыр. Қалай шығады екен деп. Мұқият ағзы төгіп алмай жасау керек. Бояуларды бір-біріне араласып кетпейді, себебі бұл жерде судың тығыздығына байланысты. Балаларым да қызығып көмектесіп отыр маған. Және ең соңғы түсіміз қалды. 1 қасық қант суы бар. Қызыл түсті бояуымызды құямыз. Мінекей біздің мөлдір ыдыстағы кемпір қосағымыз дайын.